Сәлем қыздар, бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз разрывы тақырыбы болады, яғни босану кезінде болатын разрывтар жөнінде айтатын боламыз. Және де шетелде шыққан жаңа бір тренажер көрсетемін, оны тек қана инструктормен бірге қолданған жөн, бізге әлі бұл тренажер келген жоқ. Ал оған дейін разрывы не себептен жиірек болатынын айтып көрсетіп кетейін сіздерге. Врач-гинекологтардың тәжірибесіне сүйеніп айтатын болсақ, көп жағдайда тігінен тұрып босанған аналарда разрывы көп болады екен. Сонымен қатар тез босанатын, яғни стремительный роды кезінде де көп разрывы кездеседі екен. Ал разрывы аз болу үшін немесе мүлде болмасы үшін осы кеңестерді қолдануыңызға болады. Массаж промежности деп айтады, бұл да жақсы, бірақ бұны барлығына да бірдей көмектеседі деп айта алмаймыз. Бұл жағдайда айтатын қыздар басты мәселе адам психологически дайын болу қажет. Өзінің физиологиясын және туу процесінің қалай болатынын дұрыс түсінгені дұрыс. Соның өзі біраз көмек болады сіздерге. Қазір көптеген тренингтер, әртүрлі курстар болады, осы жүктілік кезінде босануға дайындық деп аталады. Сондайларға қатысып, өзіңіз информация жинағаныңыз дұрыс болады. Массаж жасайтын болсаңыз, оған әртүрлі майлар бар, соны қолдансаңыз болады. Кокосовое, персиковое және касторовое масло, сонымен қатар масло вечерний примулы деген бар. Осыны қолдануға кеңес береді көп жерде. Майларды 34-37 апталықтан бастап қолдансаңыз болады. Ең басты сізде аллергия сияқты немесе басқа да бір кері показатель болмау керек. Сонымен қатар қыздар басты мәселе бұл жерде молочница немесе де басқа воспалительный процесс болса, осының барлығын жүктілікке дейін емдеңіз, немесе жүктілік кезінде үлкен срокта емдеуге болатын болса, соны емдеп алғаныңыз дұрыс болады. Жеткілікті мөлшерде су ішкеніңіз дұрыс болады. Сонымен қатар рационыңызға өсімдік майлары сияқты пайдалы майларды қосыңыз. Манағы айтқан тренажерға келетін болсақ, бұл тренажер EPNO деп аталады, және біздің интернет площадкаларда сатылымда еш жерде жоқ сияқты. Іздеп қарағанда еш жерден таппадым. Бұл тек Москвада шығып тұр, және басқа да шетелдерден шығып тұр екен продажада. Бұл тренажердің негізі Африка елдеріндегі әйелдердің разрывсыз босану үшін қолданған әдісіне сүйене отырып жасалынған екен. Бұл елдегі жүкті әйелдер босанар уақыты жақындаған кезде қынабына кішірек асқабақ салып, оны жай-жайдан үлкеніне ауыстырып, осы кеңейтетін ұқсайды. Соның арқасында жеңіл босанып және разрывсыз босанатын көрінеді. Өзіңіз суретте көріп тұрғандай, мына тренажердің қара бөлшегі жұмсақ резинке тәріздес болып келеді. Оны қынапқа салып, оны аз уақыттан жай-жайлап үріп тұрады. Сол кезде ол үлкейіп, шамамен баланың басының мөлшеріне дейін жеткізу керек. Сол кезде сіздің қынабыңыз жақсы керілгіш болады деп түсіндірілген. Бұл тренажердің қаншалықты эффективный екені бізге әзірше беймәлім. Бұндай тренажерді менің ойымша міндетті түрде инструктормен бірге отырып жасау қажет. Яғни қасыңызда врач-гинеколог болғаны жөн. Ал қыздар, видеоның соңына дейін жеттік. Пайдалы болса лайк басып, комментарийге өздеріңіз пікірлеріңіз жазып кетіңіздер.